Жаңалықтарына ойысамыз. Ыбырай Жақайғылыми зерттеу институтының қызметкері Құрманбек Бәкірұлы күріштің жаңа сортын ойлап шығарды. Ару деп аталатын сыр салысының ерекшелігі уақытынан бұрын пісетіндігі. Соның нәтижесінде диқандардың суды үнемдеуге мүмкіндіктері бар. Тақырыпты тілшіміз тарқатып айтады. Көп жылдан бері ауыл шаруашылығы саласында еңбек ететін ғалым Құрманбек Бәкірұлы жақсы жаңалық жасады. Химиялық мутагенез әдісімен ару деп аталатын күріш сортын ойлап шығарды. Бұл дақылдың басты ерекшелігі 90-95 күн ішінде толықтай піседі. Егу жұмыстарын сәл кештеу бастаған шаруашылықтарға таптырмас тұқым дейді ғалым. Басты тиісті технологияны сақтай отырып, күтіп баптау жұмыстарына көңіл бөлу қажет. Екінші сорт ретінде бұны егуге болады, өйткені өзі әр шаруашылықта кемінде 1-2-3 сорт егілу керек. Солай ұсынылады. Өйткені қолайсыз ауа райының жағдайлары, басқа бір жағдайлар болғанда, аурулар пайда болған кезде, мына екі сорттың біреуі неғұрлым бейім болып, сол екі бәрі бірден құрып кетпей, бір сорт аман сақтап қалуы мүмкін. Аймағымызда топырақтың тұздылығы жоғары, соған сәйкес құнарлылығы төмен. Қазіргі таңда институт ғалымдары жергілікті климатқа бейім күріштің жаңа сорттарын анықтауда. Қарауылтөбедегі тәжірибелік алаңға қазір 6 күріші егілді. Жаңа сорттың авторы ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Сәуле Байбосынова. Ғалымның айтуынша бұл сорт біздің топырақта жақсы өсіп өнеді. Қазір сортының өзі негізіндегі ерекшеліктері біріншіден осы біздің Қызылорда өңіріне төзімділігі және оның осы өңірде өзінің уақытылы егіліп, уақытылы пісіп жетілуінде. Бұл қазір сортының өсу дәуірі негізінде 105-107 күн болып есептелінеді. Бұл маржанға қарағанда 5-7 күнге ертерек пісіледі. Содан соң бұл казиердің тағы да бір ерекшелігі бұның мысал үшінге маржан сортының қылтанақтылы болатын болса, бұның қылтанақсыздығы. Биылғы елбасы жолдауында ауыл шаруашылығы саласына баса көңіл бөлінген. Оның ішінде ғылымды дамыту арқылы үлкен табыстарға қол жеткізуге болатындығы айтылған. Сыр ғалымдары бұл міндеттердің ойдағыдай орындалатынына сенімді. Басқа дақылдарды айтпағанда өңірімізде сыр саласының өнімділігін арттырып, осы аймақта өсіп өнуге бейім, шығымдылығы мен тиімділігі жоғары сорттарды ойлап табуға, сондай-ақ өзге елдердің күрішін жерсіндіру тұрғысында айтарлықтай жұмыстар атқарылып келеді. Облысымызда күріш консорциумы жұмыс жасайды. Жыл сайын мемлекеттен бөлінетін субсидия көлемі де артуда. Әрине, Қытайдың, Ресейдің күріш шаруашылығына бәсекелесті болуы өте күрделі. Соған қарамастан біз осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Биыл ерекше тамаша өнім жиналды орташа есеппен. Сондықтан біздің болашағымыздың, бағытымыздың дұрыс екендігінің дәлелі болып табылады. Бүгінде әлем бойынша 112 елде күріш өсіріледі. Біздің өңірімізде аталған дақылдың 7 сорты егіледі. Алдағы уақытта мамандар экологиялық таза өнім шығару бағытында жұмыс жасамақ. Ол үшін алыс жақын шетелдермен тығыз байланыс орнату көзделіп отыр. Айнұр Төлешова, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы. Институт риса в этом году готовится получить патент на новый сорт Ару. Он обещает стать достойным преемником знаменитого риса Маржан. Автор нового сорта – доктор сельскохозяйственных наук Құрманбек Бәкірұлы. Также в области опробируется еще одно детище института – солеустойчивый сорт Казьер-6. Подробности в материале нашего корреспондента Айгуля Хановой. Автор сорта Ару – доктор сельскохозяйственных наук Құрманбек Бәкірұлы. Новому сорту он дал имя любимой внучки. Ару практически не подвержена болезни риса, перикуляриозу. Устойчиво к внешним факторам, отличается стабильной урожайностью. Главное условие – соблюдать сроки и технологию посева. Оптимальным сроком посева является с 5 по 15 мая. Но допускается до 25 мая посев. А если дальше, уже резко снижается урожайность и качество. Снижается полевая всхожесть, и вегетационный период будет проходить очень быстрыми темпами. Из-за этого снижается продуктивность любого сорта. Вообще, скороспелые сорта обычно это устойчивы к болезням, потому что они не успевают заболеть, раньше переходят фазы созревания, чем среднеспелые и позднеспелые сорта, поэтому они
считаются устойчивыми к болезням. Ученые института также ведут разработку солеустойчивых сортов риса, что актуально для нашего региона. На Караул-Тюбинском опытном поле опробован КАЗ-Ер-6. По словам его автора Сауле Байбасыновой, данный сорт наиболее приспособлен к местной засоленной почве, дает до 50 центнеров с гектара и устойчив к холоду. Сам по себе сорт невысокорослый, у него где-то рост порядком составляет 100-105 сантиметров. Потом он, значит, во время уборки технически, для технического тракторов, комбайна, оборудования он хорошо приспособлен. Уже 3-й год будет проходить государственное сортоиспытание. Мы сейчас проходим опережающее размножение семян, поэтому мы вот в этом году у нас этот сорт передан по 6 регионам. Главой государства в послании дано поручение о необходимости поддержки и развития аграрной науки. Предпосылки уже есть. В области создан рисовый консорциум. Повышены субсидии до 25 тысяч тенге за гектар, что покрывает до 45% расходов рисоводов. Для подъема отрасли необходимо привести в соответствие рисовые площади. В Италии, где посевы втрое больше, особое внимание уделяют ровности рисовых чеков. У них главные моменты по борьбе с, допустим, чистоте сортов и так далее, это создание гербицидоустойчивых сортов. Вот их селекция в этом плане направлена, и особые условия они внимание уделяют к ровности чеков. Вот практически плюс-минус 3 миллиметра, вы представляете такое, а у нас плюс-минус 50 сантиметров. Вот в таких условиях какой могут быть речи об экономии поливной воды и повышении урожайности. Вот поэтому при совокупности поддержки государства необходимо развивать мелиоративную часть использования земель. Всего за последние десятилетия учеными института создано 7 новых сортов. На подходе еще 5-6 сортов семян. В планах НИИ строительство селекционной теплицы, что втрое сократит время выведения новых сортов. Айгуль Аханова, Бугенбай Абасилов, Торихан Кожахметов, телеканал «Казахстан Кызылорда».